Саламатсыздар ма студенттер? Алдыңғы сабақта C# тіліндегі таңдау операторы туралы айтып өткен болатынбыз, және де бұл операторды қай кезде қолдануға болатындығын, оның шартты операторынан айырмашылығын көрсету ретінде бірнеше мысалдар келтіргенбіз. Және де жеке тапсырма ретінде сіздерге аттарын көрсететін бағдарлама кодын C# тілінде құрастыруға үй тапсырмасы ретінде берілді консольді қосымшада. Енді сол switch операторын Windows Visual Studio программалау ортасында Windows Forms қосымша ретінде бағдарлама құрып көреміз. Ең алдымен создать проект приложение Windows Forms таңдап ОК деген басамыз. Және де бұл жерде бізге керекті размерін беріп алып, панель элементов бізге бұл жерде 3 текст бокс керек. Текст бокс 1, 2 және 3-шісі. Және бізге лейбл керек. Кәдімгі мәтін. Лейбл 1, лейбл 2 и лейбл 3. Және де бізге кнопка керек, есептейтін баттон и тағы да 3 лейбл керек. Бірінші лейблға ширина, оны свойствоға келіп, текст деген жерді өзгертеміз. Және екіншісіне высота, үшіншісіне, то есть бізге 2 текст бокс керек екен. Үшіншісіне вид материала. Бізге 2 текст бокс керек екен, және үшіншісіне комбо бокс керек. Енді баттың мәтінін проверить өзгертейік. Label 4 размер. Label 5-ке цена материала. Label 2 общая сумма. Так, енді бұл егер біз пускты басып тексеретін болсақ, бұл жерге біз ширинасын, нерге высотасын, ал нерге вид материалы. Пока басқан кезде ештеңе шықпайды, себебі біз әлі ештеңе жазған жоқпыз кодына. Вид материалы выпадающий список шығу керек, деревянный, пластика или металлический деген сияқты. Сол себепті біз бұл жерге давай етеміз. Ол үшін бір рет басып элементке неді значок шығады, соны басып изменить элементы дейміз. Бұл жерге деревянный, пластиковый и металлический. И ОК кнопкасын басамыз. Енді қайтып тексеретін болсақ, пускты басып, уже нерді шығады. Енді проверить атты кодын жазу үшін проверитті 2 рет шертеміз. Сонда бізге программаның коды ашылады. Біз нерде қарайтын болсақ, баттың кнопканы басқандағы клик, то есть біз баны F5-ті басқандағы орындалатын оқиға. Баттың бірге біз дубль, ең алдымен бізге высотасы керек.
ширина и высота, осы екі нені енгізуіміз керек. Айнымалыны дубль W, то есть width дубль height, бірінші стандарт неғылатын әрпін алып атырық. Және бізге таңдағандағы ценасы керек, деревянныйдың немесе пластиковый ценалар керек. Дубль, оны кәдімгі цена деп те айтуға болады. C-Sharp'та бастапқы мәні всегда 0 болу керек. Және осыларды қосатын немесе суммирующілердің табір айнымалын енгіземіз. Және мысалға біз нерге жазған 40 сантиметр болсын, 50 сантиметр болатын нені программа түсінбейді. Сол себепті оны біз сол текстбокстан алып, мына текстбокстан алып, программаның несіне не үшін, оқытылу үшін. Келесі оператор командалар тізбегі орындалады. Текстбокс, міне, текстбокс бірден алып, даблға конвертер етіледі. И высотаға да соны істейміз. Енді біз екі ширина екі высотаны істедік. Енді вид материалға келеміз. Бұл жерде таңдау оператор арқылы switch арқылы істейміз, және switch объект combo box болады. Combo box бір точка selected index деген. И фигуралық шашын ашамыз. Switch case кез келген программалау тілінде бастапқы алғашқы мән 0-ден басталады. Бірден емес, массивті егіз атқан кезде де 0-ден басталады. И кез келген нәрсе 0-ден басталады, алғашқы мәні. Case 0, цена, мысалға деревянныйдың ценасы сәл аз бола берсін, 50 дейік. Егер case 0 таңдап біз не алатын болсақ, то осы оператор, то есть программа тоқтау керек. Ол үшін break деген оператор болады. Case 1, цена. Екіншісі пластиковый. Оның бағасы 20 болсын. И case 2. Цена бұл 150 болсын. Мысалға break. Енді бұл операторлар кетті. Осылар таңдаған кездегі нелерді мінекей, мысалға біз пусыкты басып таңдадық деревянный деп и пластиковый, то есть автоматически өзгереді вид материалының мәні. Деревянный таңдаған кезде 50 болады, пластиковый таңдағанда 120, металлический таңдағанда 150 болады. Енді мінекей сол мәндер осыларды қосу керек енді. Ширина пластика бәрін сум етілетін нәрсені жазу керек. Сум 10 WH бөлеміз 10.000-ға кен көбейту цена. Енді егер біз пускты басып көретін болсақ, то мәні ешер шықпайды. Себебі біз жауабын шығаратын не жазған жоқпыз, код жазған жоқпыз. Енді біз пусыкты басып енгізетін болсақ, 250, 450 вид материалы
деревянный и проверь дейтін болсақ міне шығады. Материал бағасы 20. Біз бағана форм 1-де деревянный таңдағанда кейс 0, алғашқы 0 таңдағанда цена тең 20 болып тұр. Мінекей деревянный таңдағанда бұл деревянный алғашқы. Сол себепті бағасы 20 болып тұр. Егер мінекей кейс 1 цена 120, бұл екіншісі. Пластикті таңдайтын болсақ, проверь деп мінекей 120 шығады. И соған байланысты уже өзгереді. Келесі мәні. Және кейс 2 цена металлический дейтін болсақ, проверь етсек, мүмкін өзгереді. Жалпы осы.